по факту айтайық та, тура қарап шындыққа ше. Разгон істегің келетін болса, ақшаның барлығын жоғалтуға дайын бол. Бірақ ол саған үлкен мүмкіндік алып келеді, яғни үлкен табыс алып келеді. Ал егер осторожно, консервативно, асықпай, аз-аздан істеймін десең, ақшаңды аз жоғалтасың, прекрасно, но табысың аз болатынына дайын бол. Вот реально сен қайсысын таңдайтын едің? Рисковать етіп ақша көп табуды, немесе сол аз то есть көп жоғалтудың рискімен, немесе асықпай табуды? Ақша аз табасың, бірақ ақша тоже аз жоғалтасың, короче. Қайсы саған дұрыс? Ана жерде бірақ сен уақыттан ұтыласың, короче. Разгонда жылдам көп ақша табуға болады, и жылдам көп ақша жоғалтуға болады. Асықпай істейтін болсаң, табысың аз болады, и ұзақ уақыт болады, короче. И ол жерде ақша жоғалтасың, и ұзақ табасың, короче. Но менен как эксперт ретінде сұрайтын болсам да, жалпы енді араларында ешқайсыларың кітап оқымайсыңдар ғой. Мен өзімді кітап оқыдым, мен оқымыстымын деп айтпаймын. Просто ұйықтайтынның алдында ютубты қосып ұйықтар алдым, короче. Неше түрлі древний, короче, мифологияларды, или бір историяларды, или бір кітаптарды, аудиокнигаларды тыңдағанның арқасында кішігірім бір түсінгенімді айта кетейін. Өз уақытымда маған ойымды ошым шешесін шайып кетпей, короче, минус болған кезде ми ашмас үшін істегем да. Ошым блядь, ойымды бір жаққа қарай ауыстыру үшін аудиокнигалар оқығам. Вот сол жерде айтады, короче, жалпы да, негізі любой нәрседің өзінің балансын ұстау керек бұл өмірде. Мысалы, китайская теория инь-янь деген бар, мысалға ше. Ақ пен қара, да? Ақ қарасыз болмайды, қара ақсыз болмайды. Өмірде де негізі сондай жақсылық пен жамандық, плюс пен минус. Екі пар әрқашанда қатар жүреді да. Енді сен мысалы былай істе. Хорошо. Тез ақша тапқың келеді. При этом асықпай істеп жүріп, рискті азайтып, бірақ баяу және де аз ақша тапқаннан қарағанда тез ақша тапқың келеді. Бірақ сол тез ақша таба тұра, әкесінің аузы сөгейін, тез жоғалтқың келмейді тапқан ақшаңды. Енді бұл жерде істеу керек. Өзім бағана айтқандай баланс, короче. Типа $100 депозит бар, $100 депозит салдым. $1 торговля істейтін болсаң, ол супер консервативно, ол жерде табыс та баяу, и неңде минусында баяу болады, то есть аз болады, и табысында аз болады. Но баяу көтерілесің. Разгон мен саған түсіндірдім, короче. Бірден тапсам болады, бірден жоғалтсам болады. Енді осы екеуінің ортасынан ара жібін ажыратып, бір центральный, короче, ортасын тауып, балансын ұста соны. Допустим, $5. Вот. Аз да емес, көп те емес. Тапсаң жақсы ақша табуға болады $5 мен торговля істеп. И при этом табыс ретінде ощущается. Минус болғанның өзінде не страшно, саған опыт береді. Вот когда ты новичок, в целом, особо вообще не рекомендуется, да? Особо қатты рисковать етуші. Потому что сен, мысалы, по факту айтам, қара, тыңдас, осындай жерде көбісі қателеседі. Сен өзіңе көп қателесуге, көп минус болуға мүмкіндік беру керексің, ал көп минус болуға мүмкіндік алу үшін нарықта сен рисковать еткен кезде жоғалтатын сомаң аз болу керек. Допустим, представим, $100, $1 мен сделка, 100 попытка бар сенде. 100 попытканың ішінде сен 100 түрлі сабақ аласың, 100 түрлі ситуация нарықтағы аша аласың. И ол саған сені кәдімгідей өсіре алады 100 попытка. А $5 мен попытка қысқарса да, ну, по-любому не қылады да, короче. Саған береді. Вот. Баланс табу керек та, баланс. Так, по поводу торговли бізде көріп тұрғандарында 2 сделка плюс, 2 сделка минус и общий минуста тұрмыз. $1000 мен бізде негізі тоқтаған едік. В целом қазір торговля істеу керек. Асықпай, короче, бір $1000 үстінде бір $100 тапсам, яғни 50 мың теңге тапсам, соның өзі негізі пока что жеткілікті. А так негізі видеоның смыслын түсініңдер деп ойлаймын. Смыслды жеткізе алдым деп ойлаймын, да. Баланс ұстау керек та. Допустим, егер де по балансу, мысалға, баланс ұстағым келетін болса, мен $50 мен істегім келеді. Қазір $50 қойын. Осы мен депозитім үшін ал аз да емес, көп те емес. $100 мен $5 сияқты, $1000 $50 менің, короче, сол фаворитім да. Типа, по балансу. Ақша тапсаң тапқандай сезіледі, жоғалтсаң жоғалтқандай сезіледі. При этом опыт алу мүмкіндігі де бар. Қателесуге мүмкіндік беріп жатырмын. Я себя не ограничиваю, да, короче, понимаешь? Родной, дорогой, золотой. Айтқанды істейші, тыңдаш. Опытный трейдердің. Пока что мен 2 минутта тұрмын. В целом
үш сделка ашсам тіпті керемет кетеді қазір. Давайте ситуация іздейік. Евро ГБП 30 валютная парасы. Бізде байқап тұрғанымыз нарықта имбаланс толтырған RP бар. RP-ді бізде баға шешті. Мына қарай бару екіталай. Бұл бізде rejection блок болып тұр. Төменге қарай кету вероятності бар. Свечаның жабылғанына қарап шешім қабылдап көретін боламыз. Чем по чем, короче. Келесі свеча шыққан кезде жаңа информацияны қабылдай отырып, мен өзім шешімді қабылдаймын да. Торговое решениені қабылдаймын. $300 істейтін болсам, $1000 жетсем болды. За сегодня все, короче, өзімнің толығымда өтетін деген сөзді, короче, для меня ше. Понятно? Жоғары жақта ликвидность шешілген маған маңызды. Күтейік қазір. Астың жақтаған шештік. Жоқ, шешкен жоқпыз. Кешірім сұраймын. 50 секунд қалды, мына ликвидностьке қарай келген. Давайте осы жерден онда мен қазір отложенная сделка қойып қоя салайын, төмендеп. Қазір келген кезде автоматом ашылады. 1 минутқа $50. Қара. Қара, келеді, қазір тет. Тең ашылды, көрдің ғой? Осылай отложенная сделкамен ашып отырсам болады. Эффективно қозғалып нарықта. Но бірақ енді сделка плюске шыға ма, енді ол жағы енді сәл спорный болып тұр, но көреміз. Четко ашылды сделка. Прям там, где я хотел, да? Сделка ашылды. 40 секундтай қалды. Так, надеемся. Вот. Өз қолымен ашқаннан қарағанда, типа автоматом аштым да, короче. Орнаттым да, сделкамды ашып салдым деген сияқты, короче, понимаешь? Но я одного не понимаю, почему я только одну сделку открыл, да? Бір ғана сделка не үшін аштым? Үшеу ашу керек еді ғой негізі. Но өздерің көріп тұрғандай, әдемі баға ликвидностьтарға қарай астық жақта кетіп қалды. Өте тамаша. $1100, короче, біздің целіміз. Қазір 1038 болып тұр. В целом тағы да бір сделканы плюске шығаратын болсақ, 1100-ге жетеміз. И сол кезде менің көңілім қанағаттанатын болады. $100 бізде 50 мың теңге. Ну, қазір сонда біздің 500 мың үстіне 50 мың теңге тапсақ, оның өзі бір кішігірім болса да жетістік негізі. Қазіргі торговляда ше. 50 мыңды бір күнде негізі таксистердің өзі табуына болады ғой, или доставщиктердің өзі. Аздан кешкенің белдерін ауыртып. Так что это тоже, короче, результат как такового, понимаешь, родной? Астың жақтағы ликвидностьпен жұмыс. Жоғары сделка ашықма келіп тұр, бірақ шайып жатыр валютная пара. Так, астың жақта ликвидность, үстің жақта ликвидность. Просто рынок шайып кетті, байқадым. Бір нормальная ситуация жоқ. Давайте онда осы евро-юзиге 30 сыра тоқтап, күтейік. И потом бар ғой, миларында ашытпаңдар. Допустим, бір стратегияны таңдайтын болсаңдар, вот соны до конца отработайте. И ол шығады, допустим, бағаны болжаудың теориясы, яғни ББТ. ББТ мысалға әр секунд сайын, әр минут сайын хорошо шығып отырады, короче, рынокта. И просто қорықпа, блядь, қорықпа, шығады ғой, блядь. Сәл күт, сабырлы бол, сол кезде шығады. Мысалы, қазір қарам, яқта бізде закреп болып жабылды, келесі яқта лоу болса, мен төменде біз яқтында ашыламын. ББТ бойынша, да? Или просто разворот ашып жіберсем болады. Ликвидностьпен жұмыс жасады. Яқтағы ликвидностьке қарай барып шешіп қалуы мүмкін, бірақ бұның өзі бізде rejection болып тұрған екен, жоғарыға кетіп қалды қазір баға. Блин, просто қорықтым ше, ликвидностьке қарай шешіп қалама деп ше. Просто әр RP, то есть RP-дан, rejection блоктан әр баға реакция алуға міндетті емес қой, короче. Ол ликвидность болып кетуі де мүмкін да. Сен сол нәрсені ескереді тоже білу керексің да. Так, бізде имбаланс толтырып жатыр. Ликвидностьпен параллельно жұмыс, төмендеп сделка ашсақ болады, бірақ қазір ашқан кезде бізде нарықтағы RP бар ғой, reset point, яғни имбаланс толтырған ликвидностьті бізде баға қайттан келіп шешіп кетеді. Ал мен не істеуіме болады осы ситуацияда? Қазір мен мынау жаңа свечаның ашылғанын күтіп, келесі свеча шыққаннан кейін нарықтағы мынау қазір шығып жатқан свечаны қайын шешкеннен кейін барып төмен сделка ашатын болсам, вообще четко болады. Қазір көреміз. Көрдің ғой, асықпай осылай дұрыс шешім қабылдау керек та, ойлану керек та, и все. А ондай ойлану үшін ми керек, а сенде ол ми жоқ, сен тупойсың просто. Понимаешь? Қазір күтеміз. Вот шешті. Сделка кірем, екі сделка ашылайын. Стоп, нефті қалы.
Бізде не болды? Бізде reset point'ты шешті, яғни точка сбросаны шешті. Үлкен ликвидность баға үшін шешілді. И ол ликвидностьтан мен төмен банальный реакция күткім келеді. Бірақ баға ары қарай да жоғары қарай кетуіне болады. Ондай ситуацияда бізде жоғары жақтарда баға үшін значимая ликвидность бар деген сөз да. Вот. И бағаға пока что төменге қарай кету маңызды емес деген сөз. И сенің ол мнениеңе түкіргені бар деген сөз да. Это означает, что, понимаешь? Ну тут енді придется рисковать по-любому. 18 секундтай қалды. Полный ликвидностьтің аяқтағы барлығын қырып тастады, жойып тастады, короче. Осы тұрғанымен минус плюс болып кетсе вообще зор болады еді негізі. Ну әттең. Так, ликвидностьпен жұмыс. Төменде басып жүруге болатын еді. Ну, хорошо. Бізде цель $1010, то есть $1100. $1100. Ну бұл тағы да баратын сияқты жоғары қарай. Но бірақ қараңдаршы, осы қозғалыс бізде жоғары қарай кеткен. Мына жақтан басталып тұр да. Понимаешь? Осы жақтағы rejection блоктан басталып тұр да, короче. Это пиздец. Ну я ошибся, конечно, я это признаю. Ну, ничего не поделаешь. $200 бір сделка ашсай болды сонымен. Аяқтайық, жігіттер қыздар. Маған сол 1100-дан ассам болды мен көңілім қанағаттанады, короче. Так что бір ғана сделка фокус қояйық. Бір нормальная ситуация іздейік. Жоғары ашқым келіп отыр осы жерден. Егер де бір нәрсеге ғана фокус қоятын болсаңдар, то есть сендерде дұрыс емес ой болатын еді ше. Қазір мен түсіндіретін боламын. Күтші сәл. Түсіндіремін ғой, асықпай қоя жатсай. Сука. Агрессивно қозғалып жатыр ше, евроға бопа. Минус болып кететін сияқты ше. Көрейікші қазір. Мен ана нерв талшықтарымды қыдықтап жатыр ше. Көтімен таяқ тығып жатыр мына ситуацияда. Қозғалыс бар ғой тағы ше. Резко түсіп кететін сияқты ше. Ну қара. Қазір бірдеңені көрсетемін. Все. 1100 болдық. Все, біздің миссия орындалды. Енді қара. Мына жақта бізде мысалға только мына свечаның өзіне қарайтын болсақ, бізде закреп болды деп жабылатын еді да. И төмен деп сделка ашуға болатын еді мен. Ары қарай төмен деп ше. Сен бір нәрсеге мән берген жоқсың да. ББТ, сука, бағаны болжаудың теориясы ол ликвидностьке основываться етеді ғой, мал. Қарасай мынаны сен неғып бірақ инструментке қарайсың, мына жақта ликвидность шешіліп тұр ғой. Вот сол үшін мына жақтағы біздің ББТ орындалмады. Мен сендерге не деп айтып жүрмін күнде? ББТ орындалмайды ликвидность шешілген кезде или басқа имбаланс деген секілді, блок деген секілді факторлар болған кезде бағаға маңыздырақ. Понимаешь меня, а? Так что мына ликвидность бізде маңыздырақ, ББТ-дан да маңыздырақ тағы. Ликвидность шешілді, и вот осы шешіп тұрған свеча біздің закреп болып тұрсақ та бармайды бияққа қарай. Неге? Потому что бұл жерде біз разворот болу керек. И келесі шыққан свеча бізде банально просто алды да мына жақтағы нені тест болып жоғары қарай кетіп қалды. Көрдің ғой? И дальше кетіп барады жоғары қарай міне. Қарайтын болсақ, өсіп барады. Көрдің ғой? Все, қиын ештеңе жоқ қой, ботам-ау. Қарағым-ау. Осыны түсіну үшін сен көп торговля істеу керексің. Осы үшін айтамын көп торговля істе деп ше. А так та, конечно, минустар болдық, рисковать еттік. Аллаға шүкір, прибыліміз алып кеттік. 1122 болды. Осы қарқынмен жалғастыра беретін боламыз торговлямызды. И бүгінге өте көп нәрсе түсіндірдім. Өте көп нәрсе түсіндіңдер деп ойлаймын. Бүгінгі саудамыз аяғына жетті. Міндетті түрде телеграмға тіркелуді ұмытпаңдар. Ол жерде статистикалар және де пайдалы кеңестер, промокодтар салынып отыратын болады. Сендермен бірге болған Фаспания Форекс беттерін мен сүйдім. Ботақандарым, қошақандарым. Давайте.